саяжай болды. Бәрі тасып шығып отыр. Кейбіреуі жалғап өздері не тазалап шығып отыр, фильтрация жасап. Скважина ол, скважина. Әркім өзіміз қазір. Осы жерде мысалы Рассвет деген саяжайда скважина бар ма, жоқ па? Негізі бар. Жұмыс істеп тұр ма, істемей тұр ма? Істемейді. Неге істемейді? Насос очень Опять Светке байланысты? электричество тянет. Светке байланысты ғой. Это мы будем двойной тариф платить. Мы сейчас по 45 тенге за киловатт платим. А если нам поставят вот этот насос мощный, мы будем еще больше платить. Там идет артезианская вода, хорошая, чистая. В советское время качала. Қазір енді тариф жоғары болады деп суды басқа жақтан тасып шығып отырсыз. Нет, у себя делаем. Жоқ, біз неден насоспен Жерді қазып жерден шығарып отырмыз судан. Кейбір үйлердің өздерінің алдында скважина бар. Скважина, Бөлек насосный скважина бар. Енді ол 3 метр, 5 базиге метр. рұқсат берді ғой, 5 кубқа дейін күніне алса. 5 метр, это же грязная же вода. Кейбіреуінің үйінде бар. Енді Жоқ. основной скважина Бар, бірақ олар қазғанда 1 минут. 5 метр ғана қазады екен адамдар. А это же грязная вода же, 5 метр. Да, это Грязно дегенге Да. сізге су ласы дегенге қолыңызда заключениеңіз бар ма? Жоқ грязно, енді оно и так видно, без всякого. 5 метр қазса, это же так же понятно, что она грязная. Енді лаборатория шақырып, өздеріңіз үшін мысалы... Лаборатория шақырту үшін 180 мың теңге төлеу керек. Әкім мырза. Көруге болады ма мысалы? Болады, иә. Су қаншалықты шығып отырғандар бола ма, болмай ма? Егер жаңағы әр ауланың алдында болған құдықтың суы жарамайды, тек қана жаңа кір жууға, машина жууға жарайды десе, онда сіздер ана нені іске қосуларыңыз керек, жаңа башняны. Ал енді башняны қосу үшін енді шу шығаруының қажеті жоқ қой, келіңіздер, айтыңыздар, не істеу керек, біз айтып отырмыз ғой. Сіздер саяжайда тұрады келіп, сіздерді еш уақытта сыртқа шекпейміз, теппейміз. Өйткені бізде де мысалы шара жаңа дачада тұратын азаматтар келеді. Иә, оның жағдайы білемін. Ешкім жетіскеннен барып саяжайда тұрмайды. Саяжайдың бағасы мысалы Иссық қаласына қарағанда саяжайда баға кішкене төмен, арзандау. Жасыратын жоқ қой енді. Сол себепті адамдар шама жеткен жеріне барып тұрады. Бірақ ең бастысы үй бар ғой, шатыр бар ғой. Арзан болсын, дача болсын, қандай болса да, оған да құдай шүкір мысалы.